Мен Тарғыбатай аймағы Дөрбіжін ауданы Үшқарасу ауылынан келіп отырмын. Мына қалпақ Жақсылық деген байдың бұрынғы біздің бабамыздың қалпағы 300 жыл болған, 3 ғасыр болған. Мен сол кісінің 9-шы ұрпағы боламын. Мынау қаптал чапан дейді, мәутіден тігілген. Ер адамдар киеді. Менің өзі ұлы әкем Серғаз деген зәңгі болған, сол кісінің чапаны. Мынау білезік, менің шешем Сағдат Қалым деген байдың қызы болған, сол кісінің білезігі екен. Мынау теңге моншақ дейді, әйелдер тағатын. Бұрын сол. Мынау менің ұлы шешем Қайынжамал деген Серғаз зәңгінің әйелінің кимешек чылаушының жағы екен. Мынандай бұрынғы заманда мынандай бір зер жіппенен, мынандай металл, мына алтын сияқты бір ұсақ нәрселермен өте жіңішке кестеленген. Мынау сол кимешек чылауыштың төбелдірігі дейді. Міне өте ұзақ жыл болғаннан кейін, бір ғасыр болғаннан кейін осындай. Мынау қалған қиқымдар бар, бұл шіріп кеткен. Мынау металл жақтар қалып отыр, бүгінге жетіп отыр ғой. Мынау құндыз жаға дейді. Бұрын осындай жағаларды істетеді, қолмен тігіп киетін киім болғандықтан осындай жағаларды салып істеткен. Бұда бір ғасырға жуық уақыт болған. Бөртпе салы дейді, жібектен. Әзіргі салыға оқшайды, бірақ салмақты салмағы. Ауыр екен, тәуір ауыр екен. Кезінде сол сауда керуендерінен сатып алды ғой бұны салы. Әзірде бар ғой енді осы бөртпе салы.